Әдемі сөйлегіңіз келе ме? Әрине, өзгелердің алдында беделді, сауатты, ақылды болып көріну үшін сөйлеу мәнеріңізді түзеп, әдемі сөйлей білу өте маңызды. Бірақ ақылды болмасаңыз, ақылды болып көрінуге тырыспай-ақ қойыңыз. Қай заманда, қай ғасырда болмасын, сәннен шықпайтын бір дүние бар. Ол әдемі, сауатты сөйлеу. Сауатты, әдемі сөйлеу ешқашан сәннен шықпайды. Егер сіз де сәнде, трендте болғыңыз келсе, осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сонымен баршаңызға сәлем. Менің есімім Мадина. Мен актриса әрі педагогпын. Өзімнің еркін сөйле каналымда сіздерді еркін, сауатты, таза сөйлеуге үйретіп жүрген жайым бар. Бұл 14-ші сабақ. Егер сіз осыған дейінгі 13 сабақты көрмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, 1-ші сабақтан бастап көріп шығыңыз. Ал бүгінгі 14-ші сабақтың тақырыбы әдемі сөйлеу. Білесіздер ме, жақында мен біраз адамға әдемі сөйлеуді қалай түсінесіз деген сұрақ қойған болатынмын. Жауаптардың 90% бірдей болып шықты. Ол кісілер әдемі сөйлеу дегеніміз интонациямен ойнап, әдеби тілмен мақалдатып, өлеңдетіп, дәл осылай сөйлеу деп түсінеді екен. Өте өкінішті. Әдемі сөйлеу дегеніміз бұл емес. Ал менің осы каналымды көріп жүрген таныстарым әдемі сөйлеу дегеніміз таза, анық, сауатты сөйлеу деп жауап берді. Мен өте риза болдым. Бұл дұрыс жауап. Әйе, бәрін айт, бірін айт, бегім айдың жырын айт деп көп сөйлемей сабағымды бастайын. Сонымен әдемі сөйлеу дегеніміз сауатты сөйлеу. Сауатты сөйлеу дегеніміз таза сөйлеу. Қазір сіздермен әдемі, сауатты, таза сөйлеуге бір қадам жақындататын комплексті жаттығулар жасайтын боламыз. Менімен бірге қосылып жасап отырыңыздар. Әдемі сөйлеудің фундаменті ол дұрыс тыныс алу. Мен өзімнің 1-ші, 2-ші сабағымды дәл осы тақырыпқа арнап видео салған болатынмын. Егер сіз ол сабақтарды көрмеген болсаңыз, міндетті түрде көріңіз. Өйткені дұрыс тыныс алмайтын адам ешқашан әдемі де, сауатты да, таза да сөйлей алмайды. Қазір сіздермен фундаментімізді қатайтуға, яғни тынысымызды дұрыстауға арналған жаттығу жасайтын боламыз. Қалыпты жағдайда тұрамыз, денеміз тік, енді мұрынмен терең тыныс аламыз. Тыныс алған кезде біздің кеудеміз көтерілмейді, тек мынау диафрагмамыз қозғалысқа келеді. Менің каналымдағы тұрақты көрермендерім біледі, диафрагма дегеніміз қабырға мен құрсақтың арасын бөліп тұратын көгет. Дұрыс тыныс алған кезде біздің диафрагмамыз, яғни қарын тұсы керіледі. Кеттік. Қалыпты жағдайда тұрып, тыныс аламыз. Енді тынысты шығарған кезде с әріпін айтып, ұзақ шығарамыз. 1, 2, 3. Осы жаттығуды жасаған кезде мұқият болыңыз. Сіздің мынау қарын тұсыңыз қатаюы керек. Бұлай қарапайым тілмен айтқан кезде шарды үрлеп, оның аузынан желді кішкене саңылау арқылы шығарған кезде деген дыбыс шығады ғой. Дәл солай өзіміздің диафрагмамызға ауаны алып, дәл солай саңылау арқылы тынысты ұзақ шығаруға тырысамыз. Әлбетте, біреулердің тынысы қысқа болып, тез аяқталуы мүмкін. Десе де, күнделікті жаттығу арқылы тыныстың ұзақтығын созуға болады.
Тынысқа арналған екінші жаттығуымызда дәл осылай басталады. Қалыпты жағдайда тұрамыз, тынысты мұрынмен терең диафрагмаға аламыз, бірақ тынысты шығарған кезде өзіміздің қарын, құрсақ, бұлшықеттерін жиыру арқылы қысқа үрлеп шығаратын боламыз. Кеттік. Егер құрсақ, қарын, бұлшықеттері кәдімгідей жиырылып қозғалысқа келген болса, демек сіз бұл жаттығуды дұрыс жасадыңыз. Құттықтаймын. Әдемі, таза, сауатты сөйлеу үшін тағы да бір септігін тигізетін дүние бар, ол біздің артикуляциямыз. Артикуляциямыз дұрыс жұмыс жасамаса, біздің дикциямыз да таза болмайды. Ал дикция таза болмаса, сіздің сөзіңіз таза шықпайды, тыңдарманға жетпейді деген сөз. Келесі жаттығуды да менімен бірге қосылып жасаңыз. Келесі жаттығуымыз қалыпты жағдайда тұрамыз, ерніміз жұмулы, сәл алдыға созып шығарамыз, одан кейін оңға, солға қозғалтамыз. Кеттік. Бір жасағанда 10 рет жасаңыз, одан кейін барып, ерніңіз талып кеткен болса, деп машинка жаттығуын жасап, ерніңізді босаңсытып алыңыз. Келесі жаттығуымыз да ауыз қуысына арналады. Бұл жаттығуды жасау арқылы жағымыздың дұрыс ашылуына көмектесеміз. Алдыңғы сабақтарда айттым, таза сөйлемеудің бірден бір себебі жақтың қарысуы деп. Сол жақты босаңсыту үшін осы жаттығудың тигізер пайдасы өте зор. Кеттік. Қалыпты жағдайда тұрып, аузымызды керіп ашып, ернімізбен тісімізді жалаңаштаймыз. Әрине, таза сөйлеуден хабары жоқ, мүлдем бұл тақырыпты түсінбейтін адамдарға күлкілі болып көрінуі мүмкін, десе де бұл жаттығулардың барлығын дикторлар, журналистер, актерлер күнделікті жасайды. Соның арқасында олар таза, әдемі, анық сөйлейді. Келесі жаттығуымызды осының алдындағы жаттығудың жалғасы деп түсініңіздер. Қалыпты жағдайда тұрып, жағымызды мүмкіндігінше төмен түсіріп, яғни жағымызды ашып, пай, бай, май сөздерін айтатын боламыз. Мұқият болыңыз. Бұл сөзді айтқанда жағыңыз максимально ашылуы керек. Кеттік. Пай, бай, май. Тағы бір рет. Пай, бай, май. Тағы бір рет қайталаймыз. Пай, бай, май. Жарайсыз. Ал комплексті жаттығуларымыздың келесі бір түрі біздің кеуде резонаторымызды оятуға арналады. Мен дәл осы жаттығуды өзімнің алдыңғы сабақтарымның бірінде жасап көрсеткен болатынмын, десе де қайталасақ артық етпейді. Қалыпты жағдайда тұрып, кеудемізді үш бұрыш деп елестетеміз. Енді осы үш бұрыштың ішін жұдырықпен қатты салмақ түсірмей ұрғылаймыз. Ұрғылау барысында аузыңызда
ыстық буға піскен картошка тұр деп елестетіңізші. Міне, автоматты түрде біздің таңдайымыз көтеріледі. Бізге осы керек. Міне, немесе таңғалған кезде дейміз ғой. Дәл сондай әрекет жасап, ең бастысы таңдайымызды жоғары көтеру керек. Міне, ыстық буы бұрқырап тұрған картошканы аузыңызға салып жіберді. Осы күйді сақтап қаласыз. Енді мынау үшбұрыштың ішін м дыбысын айтып ұрғылаймыз. Кеттік. Микрофон дызылдап помех бермес үшін мен сіздерге ұрғыламай жасап жатырмын, ал сіздер кәдімгідей қатты салмақ түсірмей үшбұрыштың ішін жұдырықпен ұрасыздар. Тағы да бір мәрте жасайық. Жарайсыз. Ал енді осының алдындағы жаттығуды дұрыс жасадыңыз ба, бұрыс жасадыңыз ба, соны тексеру үшін бір әдіс тәсіл айтайын. Қалыпты жағдайда тұрып, алақанымызды кеудемізге қойып, м дыбысын өте төменгі тональностьте айтамыз. Иегіміз сәл өзімізге қарай. Кеттік. Неғұрлым төмен тональностьте. Міне, осылай дыбыстаған кезде біздің кеуде тұсымызда вибрация, сәл діріл пайда болады. Егер дірілді сезген болсаңыз, демек сіз жаттығуларды дұрыс жасадыңыз, сіздің кеуде резонаторыңыз оянды деген сөз. Келесі техникамызды жасау үшін бізге кез келген мәтін, яғни текст керек болады. Міне мен бір кітапты алдым. Қазір кез келген бетін ашып, бір мәтінді таптым. Енді осы мәтінмен сіздермен жұмыс жасайтын боламыз. Сіздің мәтініңіз басқа болуы мүмкін. Менікін қайталаудың қажеті жоқ. Менде сұр қоян деген өлең тұр екен. Енді бұл өлеңді оқыған кезде әр әріпін таза айтуға тырысамыз. Дауысты дыбыстарды айтқанда жағымызды максималды түрде ашамыз. И дегенде ерніміз керіледі. А, о, у деген кезде көрдіңіз бе? Менің ауыз қуысым қалай жұмыс жасап тұр. Дәл осылай кез келген тексті алып, әр әріпті 100%-ға ауыз қуысымызды қосып айтуға тырысамыз. Ең бастысы асықпаймыз. Кеттік. Озын, қолақ, сұр, қоян. Естіп, қалып, сыбдырды. Ойлы, қырлы жерлерден ытқып, жүгірді. Буындап айтсаңыз да болады. Ең бастысы асықпау керек. Ауыз қуысын 100%-ға қозғалысқа келтіріп, жағымызды максималды түрде ашамыз. Бүйтіп оқығаннан кейін жағыңыз да, ерніңіз де талады. Бір мәрте оқығаннан кейін деген машинка жаттығуын жасап, ерніңізді босаңсытып алыңыз. Енді келесі ретте дәл осы тексті оқимыз, бірақ сәл жылдамдық қосамыз. Бірақ ауыз қуысымыз сол
бойында қалады. Ұзын құлақ сұр қоян естіп қалып сыбдырды, ойлы қырлы жерлерден ытқып жүгірді. Енді үшінші жылдамдық. Жылдам. Ұзын құлақ сұр қоян естіп қалып сыбдырды, ойлы қырлы жерлермен ытқып жүгірді. Міне, кәдімгідей аузымыз талып қалады. Машинка жаттығуын жасаймыз. Дәл осылай сіз доклад оқитын болсаңыз, белгілі бір материалды көпшіліктің алдында оқитын кезде алдын ала үйде дәл осылай артикуляцияңызды қосып, бірнеше рет оқып жаттығып алыңыз. Сол кезде көпшіліктің алдына шығып оқыған кезде әр әрпіңіз таза болып шығады. Әрине, көпшіліктің алдына шығып дәл осылай оқудың қажеті жоқ, бірақ үйде өстіп оқып жаттығамыз, ал көпшіліктің алдына барған кезде 100% жасап жаттыққан дүниеміз өзінің қалыпты 30%-на түседі, бірақ артикуляцияңыз, дикцияңыз таза болып, тыңдарманыңызға сөзіңіз анық жететін болады. Міне достар, сіздерді әдемі сөйлеуге бір қадам болса да жақындататын комплексті жаттығуларды жанымды салып тұрып жасап сіздерге ұсындым, көрсеттім. Бұл жаттығуларды менімен бірге қосарланып жасап отырдыңыз деп үміттенемін. Жасамаған болсаңыз, міндетті түрде уақыт тауып, осы видеоны тағы да бір қарап жасап шығыңыз. Осы сәтті пайдаланып, құрметті менің көрермендерім, сіздерге өзімнің екінші авторлық каналымды ұсынғым келеді. Екінші каналымның аты «Бәрін білгім келеді». Ол жерде қызықты, пайдалы ақпараттарды өте жеңіл форматта салатын боламын. Ол каналдың ссылкасын осы видеоның астындағы описанияда қалдырамын. Міндетті түрде менің екінші каналыма тіркеліп, жылы лебіздеріңізді білдіріп, екінші каналымның да көрермені болсаңыз, сізге дән риза боламын. Аман болыңыз, сау болыңыз. Мен сізді өзімнің 15-ші сабағымда күтетін боламын. 15-ші сабақта өте пайдалы ақпараттарды беремін. Сондықтан келесі сабақты жіберіп алмас үшін қоңырауды қосып қойыңыз. Аман болыңыз, еркін сөйлеңіз, әдемі сөйлеңіз.